Бүгін сіздермен халық әні қалауымды күрделі қағыста үйренетін боламыз. Әнді талдайық. Бірінші саусағымыз үшінші нүктеде. Қағысы екі төмен, бір жоғары. Екі рет қайталаймыз. Қанекей? Төмен, төмен, жоғары. Тағы да төмен, төмен, жоғары. Содан кейін төртінші нүктеге екі саусаққа ауысамыз. Тура сол қағыс. Төмен, төмен, жоғары. Қайтадан бірінші саусаққа. Қанекей? Тағы қайталаймыз. Төмен, төмен, жоғары. Екі саусаққа тура солай. Екі, қайтадан бірге. Екінші тармаққа ауысатын жерде бірінші саусақта қала береміз. Төмен, төмен, жоғары. Ашамыз. Төмен, жоғары. Мына жерге. Қанекей? Тағы да қайталаймыз. Бір, ашамыз, төмен, жоғары. Екінші нүктеде екі саусақ төмен, бірге, жоғары. Манағы төртінші нүктеге қайтып келеміз. Төмен, төмен, жоғары, төмен, төмен, жоғары. Қайтадан бас қайталанады. Бір, бір, ашамыз, бас бармақ екінші нүктеде. Тура осы өзгеріссіз қайталанады. Қайтадан үшінші нүктеге бірінші саусақ. Төмен, төмен, жоғары, төмен, төмен, жоғары. Екі саусаққа. Төмен, төмен, жоғары. Қайтадан үшінші нүкте. Ашамыз. Бір, екі, үш. Төртінші нүкте. Басы. Екі, бір, ашамыз. Екі, бір. Бас бармаққа. Ал енді қайырмасын қарастырайық. Ашамыз. Тура манағы ырғақ, бірақ ашық шекте. Төмен, төмен, жоғары, төмен. Бір, екі, бір. Қайталаймыз, ашамыз. Екі, бір. Сосын екінші саусаққа қайтып ораламыз, екінші нүктеге. Содан кейін үшінші нүктеге бір саусаққа ораламыз. Бір. Төртінші нүктеге екі, бір. Ашамыз. Екі, бір. Бас бармақ. Яғни қайырмасы екі рет қайталанады. Екі, бір. Ашамыз. Екі, бір. Содан кейін үшінші нүктеге бір саусақ. Бір, екі, бір. Ашамыз. Екі, бір. Бас бармақ. Соңында бір қағыс. Яғни бұл жерде ырғақ өзгермейді. Екі төмен, бір жоғары. Төмен, төмен, жоғары, төмен, төмен, жоғары. Міне осы ырғақты бастан аяқ қайталаймыз. Ең бастысы мына нүктелерден шатаспасаңыз болды. Түсініксіз тұстары болса, пікірге жаза отырыңыздар және үйде көбірек дайындалыңыздар.